Бүгінгі видеода мен үйден қоланды болу деген контентті жалғастырамын. Кстати, бұл уже 5-ші күн. Короче, осы видеода папамның машинасына шариктерді толтырып тастаймын. Бұл машинада біреу бар сияқты. Кешірерсіз. Ебать! Осыны папа көрген кездегі реакциясы осылай болды. Көршедіңіз ғой, наңғараңыз. Қалай? Так, стоп, спойлер айтпай қояйын, өздерің видеодан көре жасарсыңдар. Видео өте керемет болды, мен еңбегін бағалап, қызыл кнопка подписацияны басып кетесіздер деген ойдан. Ал біз бастаймыз. Йо, барлықтарыңа сәлем, сендер ме әдеттегідей мен Ердар және жанымда міне Әділбек жүр. Бүгін біз Батема пранк ұстауды жалғастырамыз. Қалай дейсіздер ғой? Вообще қалай деп сұрамай қояйын, вообще сіздер барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Короче, міне бізде шарик бар. Вот. Осыны қазір Әділбек екеуміз өрлеймізді. Машинаны полный толтырып тастайтын боламыз. Бізде бір жарты сағаттай уақыт бар, короче, Әділбек. Батя жұмысқа кетеді жарты сағатта соған біз үлгеруіміз керек. Машинаны полный шарикке толтырып үлгереміз ғой, да? Конечно, үлгереміз. Так, стоп, Әділ. Видео бастамай тұрып, біз кішігірім бір ойын ойнайсың ба? Давай. Кеттік. Короче, Әділ былай. Менде міне мына бір таяқ бар. Осы таяқты алып, мына шариктерді лақтырамын, сен жаруың керексің. Жараламын деп ойлайсың ба? Обычный таяқтың ешқандай үшкір жоқ. Жаруым керек, негізі бірақ та бір подстава болуы мүмкін да ішінде, как обычно. Ну, не знаю енді. Может, жаралсаң, может, сыйлық бар дегендей. Ой, қойшы, мен нәрсе салып келейін. Отвечай бір ішінде бір. Ну, давай, көр, мә, көрсей береді. Мә, жоқ, шарик демес, мә. Так, енді қазір шарикті қой. Менде екен ғой. Так, давай, кетті Әділ біріншісі. Хопана, хорош! Жел былай қарай солып жатыр екен, мына артқа қарай. Так что екеуміз ауысып тұрайық. И мен просто аламын да мынаны. И просто хоп деп жібере салам. Ой, хорош, әдем, и последний шарик. Тура осы видео басталмай тұрып. Короче, мен болашақтан келген, мына бір шариктің ішіне ұн салам да, Әділбекке бір челлендж ретінде жіберем. Үш шарик лақтырамыз, үш шарик бит жараққанда, мына последний лақтырады да, и потом ұн бетіне шашырайтын болады. Дауыстарын естіген шығарсыз, бұның ішінде ұн бар, и кеттік алайық. Енді біздің көптен күткен шаригіміз. Бұл шарикті енді, хопана, давай Әділ, Білдің ғыды? Білдім, по-любому ішінде бірдеңе бар. Все, енді приколды қойайық. Видео қаралайық. Давай ма? Давай. Дайынсың ғой, да? Конечно. Батяның машинасы менде. Әне тұр ғой. Аккуратно мен ключті алып шығам. Екеуміз былай тез машинаны толтырайық. А так, кстати, шарикті үрлеу керек екен. Үрлеу қой әлі. Блин. Ну ладно, бір нәрсе қылып тез істейміз. Камераны қой, в общем. Кеттік ал тез. Кеттік әділі бол тез. Кажется, машина ашық сияқты, прикинь. Қош? Ой, ебать, ашық екен. Повезло бізге. Все, бір где-то бір 10 минуттай өтті. Біз машинаны ішін былай толтырып тастадық. Бой, мынаны қараңдаршы. Машинаны артын полный толтырдық. Енді біз мына ішкі жақтарын толтыру керек. Сосын барып, все болды. Сосын Батя жұмысқа кететін кезде кіріп қалады. Айтамай не болатын ше. Мен шарик демес, шарик мен үрлеп тастады ғой. Ерді, шариктердің бәрі неге қызыл? Шариктердің бәрі неге қызыл дейсің бе? Мұның қызыл болу себебі көбілерінің астыңғы жағында осындай қызыл бір жазу шығып тұрады. Мен шарикте тұр ғой. Осындай қызыл болып тұрады, осын басса бір ерекше түс болады, но не знаю қандай түс болады. Сен білесің ба қандай түс болады? Қандай түс болды? Мен де білмеймін. Қазір мыналар көріп отырғандар басса, қандай түс болатын болар білетін болады. Ерді. Не болды тағы? Не болды, не? Үшімді не ғып? Брат, тура мен жарма бана шариктерді ше? Осын тура солай жарқаш. Шарикті? Еба жоқ. Неге? Да просто жарым деп тұрған жоқ. Жарқаш, мен де жардым ма? Бопты. Жарым керек қой, е? Давай. 1, 2, ждавай, мә. Мен оны күткен, бірақ басқа бір нәрсе. Чё? Несі бір? Не салдың, Білмеймін, брат. Не салдың? Білмеймін, ана шариктің ішіне, Әділбек бір еще бір иісі мощный бір нәрсе салды. Офигенный мощный нәрсе салды ма мен?
Все, короче, міне арчақта шариктер былай толып қалды. Бой. Короче, мен вообще 100 шарикпен полныйна төбеге дейін толама деп ойлағам. Но жоқ, төбеге дейін толмады, осылай толды. Как-то тағы шарик алуға уақыт жоқ бізде. Так что осы шариктермен пранкты ары қарай жалғастыра береміз. Но по идее қазір уже папа шығу керек. Осын көріп не дейтінін қазір көреміз. О, мына машинада біреу бар сияқты. Кешірерсіз. Все, енді машина дайын. Ал енді батям қазір шығады. Көреміз. Әке, міне машинаңызды көргіңіз келе ма? Келеді. Не машинаңыз? Қане? Не істеді деп ойлайсыз? Қағаз жаптап тастаңызшы алдыңғы жолда. Қағаз? Жоқ, қағаз емес, қазір қараңыз. Қағаз жаптасаңыз сразу көруші едіңіз ғой. Мынаны қараңыз. Қалай? Не қыпсасың мынаны? Қалай, ұнады ма? Қайда алмай қайттың? Мощныйды. Бірақ қотып Иә. Енді қайтем дейді. Сіз бір жерге асық тұрған жоқсыз ба? Асып тұрамын. Асып қай. Ана барам деген жеріңізші. Барам жерге отказ болды ғой. Бармайтын болды. Бармайтын болдыңыз ба не соны? Бармайтын болды. По факту келетін болсақ, мен вообще әкем жындандырам деп ойлағам. А вот жынданбады. Бәрі не по плану кетті. Енді әке асық тұрған жоқ екенсіз. Машинаны айдап көшеге барып жүріп қайтсаң қайтеді. Кілтті бересіз ба? Все, гаишниктер дайындалыңдар. Гонка өткіземіз бүгін. Все, міне кетіп бара жатырмық. Машина деген былай шарик толған. Опана. Че там жігіттер, машинам қалай мен? Қалай, жостко ма? Жостко. Әдемі ма? Неге бұның шариктарға толып тұр? Неге дейсің ба? Баға бересіңдер енді ұнаған. Бір. Вот, мен шын он. Честно. Казахстанский. Че там, 10 ба? 10? 10? Оннан он. Менде 0. 0 ма? Пока 0. Ема, 10. Он. Қалай Скажи ма. 10? Тема? Неше ай болды сіздің балаңызға? 7? Құтты olsun. Бір бересің. Ей, құтты olsun. Сен де болғанбыз, сен де бізде болғансың. Ой. Мә. Осы жерден видеоны аяқтайтын боламыз. Сіздермен болған мен Ерда, және де маған көмектескен Әділбек. Барлықтарыңызға давайте.